Мен Анесов Шаяхмет Гүлжанович боламын. Мен вообще деген Қазақстан Республикасына вообще шоктамын. Себебі 2016 жылы мен қамауда болған кезде Ақтөбе облысы Мұғалжар аудандық халық жұмыспен қамту орталығы менің жеке құжаттарымды жұмысқа тіркеп қойып ай сайын айлық алады. Мен оның барлығын 2019 жылы білдім. Осы мәселені деген көтермелеп бастаған кезде бастапқы Мұғалжар аудандық бір емес 5 прокурор біліп отырды. Фамилияларына дейін айтып берейін: Шакіров, Тулебаева Бутагуз, Куштаев Данияр, Байтұрсынов Ахмет, Куштаев Данияр. Вот. Енді қосымша 2019 жылы қайтадан Мұғалжар аудандық халық жұмыспен қамту орталығы біздерді труба монтажникке оқытады. Біздер труба монтажникке 12-13 адам оқимыз. Қандыағаш қаласында 2 бөлмелі квартирада бір апта. Документ бойынша документ дайындайды. Біздер толық бір ай Ақтөбе қаласында оқығанбыз. 12-13 адам біз 47 адам болып оқығанбыз. Және де аспаз мамандығына деген 8-ден 10 адамға дейін оқиды. Онда 47 дейді, жалпы 94 адамға мемлекеттік бюджеттен ақша алады, ұрлап жеп қояды. Оны да прокурорлар біліп өтті. Сөйтіп мені 2020 жылы деген бас бостандығыма шектеу жазасын, бас бостандығымнан айыру жазасына ауыстырып, сөйтіп Ақтөбе қаласының тергеу изоляторына қамайды. Сол тергеу изоляторында аламда мен жеке сұрақпен Ақтөбе облыстық антикор қызметтеріне қабылдасын деп арыз жолдаймын. Антикордың қызметкері Ерлан Қожахметов қабылдайды. Осы мәселелердің бәрін айтам. Сосын және де Қазақстан Республикасының бас прокурорының атына арыз жолдаймын. Қылмыстық процессуалдық кодекстің 618 бабы 2 бөлігіне сай. Сөйтіп осы ертеңіне Ақтөбе облыс прокурорының орынбасары Тлеубаев Ғалымжан Ниязбекович мен деген скайппен қабылдайды. Ошым тексерістер жүргізеді. Антикор Ақтөбе облыстық департамент аудитіне жолдайды. Департамент аудит ошым Мұғалжар аудандық халық жұмыспен қамту орталығына тексеріс жүргізіп 15 парақта деген ошым нарушение анықтайды. Ана жерден қате ақша аударылған, мына жерден қате ақша аударылған. Сөйтіп сол 15 парақты маған 2021 жылы 15 қаңтарда беру керек толықтай. Но почему-то маған сол 15 парақтың бір парағын береді, қалған парақтарын 2 жыл туртай өткен соң беріп тұр. Қылмыстық кодексте көрсетілген қылмыстық істерді жасыру деп сонда деген мен түсінбедім. Аудит деген сонда деген қылмыстық істерді жасырумен айналыса ма Ақтөбе облысында? Осы жерде енді сұрақ туындайды. Одан ары мана айтып неткен мән-жай бойынша қылмыстық процессуалдық кодекстің 618 бабына көшсек, осыған сай Ақтөбе облыстық прокурорының орынбасары Кустановтың атынан деген қағаз жолдайды. Қылмыстық кодекстің 73 бабы 4 бөлігін қолдануға. Және де Мұғалжар аудандық прокурор Тілеулесов дәл осындай қағазын жолдайды, қағаз құжаттарын жолдайды. Осы қағаз құжаттармен мен сотқа жүгінем. Менің өтінішім бойынша 1 октябрь 2021 жылы Ақтөбе қалалық номер 2 сот деген қылмыстық істімді қарайды, но сокращение срока істемейді, қолдамайды. Себебі менің арызым бойынша бастапқы ешкімнің үстінен қылмыстық іс қозғалған жоқ, ешкімге үкім шығарылған жоқ. Осы күнге дейін нақты айтқан кезде вообще деген срокта қысқарған жоқ. Мен толықтай жаза өтеуімді өтеп тастадым. Қосымша еще 22 февраль 2022 жылы деген маған қамауда отырған кезде Ақтөбе облыстық антикор қызметкері Жекеев Тұрар дейтін бар. Сол деген мені жеке сұрақпен қабылдайды. Мен оған жазбаша түрде жазып берген арыздарымды ол қабылдамайды, алмай кетіп қалады. Оның алдында 13 июль 2021 жылы Ақтөбе облыс прокурорының орынбасары Тлеубаев Ғалымжан Ниязбекович қасында Урекешев бар. Екеуі деген келіп мен мекеме бастығының кабинетіне шақырып алады. Мекеме бастығын кабинеттен шығарып жіберді.
осы жаңа айтып отырған мәселе бойынша азаматтық іс жүргізу тәртібімен шешіледі деп еді, но нақты конкретно айтқан кезде осы күнге дейін былай шешілген жоқ. Мен сотқа бір емес бірнеше рет жаздым. Мұғалжар аудандық және де Мұғалжар аудандық сотының судьясы Айтжановаға жеке сұрақпен кіріп, осы мәселе бойынша сөйлескен кезде судья айтып отыр: Шаяхмет, мынау деген екеуі де қылмыстық іс, мен саған оны деген гражданском порядке, яғни азаматтық іс жүргізу тәртібімен мен саған қарап шешіп бере алмаймын дейді. Сонда мен түсінбедім, вообще деген, общем, ақшасы бар адамдарға деген қалай сонда акиматта жұмыс жасасақ деген, общем, сот жоқ екен ғой, сотталмайды екенбіз ғой да, Ақтөбе облысы бойынша. Қарапайым адам болса, оған штраф та жаза беруге болады, мойнына кішкентай бірдемесе нетсе түрмеге де қамауға болады. Получается, солай болып тұр ғой. Конституция 14-ші бап, заң алдында деген бәрі тең емес. Оған көзім жетіп тұр енді. Қазақстан Республикасының Конституциясы 18-ші бап, 3-ші бөлігі. Әр адам өзінің деген түсінбестік жағдайларын деген бұқаралық ақпарат арқылы талқылай алады деп көрсетілген. Алайда деген журналистерді деген бұндай нені деген бұның шешімі қиын екен деп ешқайсы мойнына алмаса. Сонда деген қалай сіздерде деген Ақтөбе облыстық прокурорда деген сонда осы менің арыздарым деген сондай былай айтқан кезде висяк болып тұра ма? Үстеріне қылмыстық іс қозғалмай. Оны өйтіп деген қалай болса солай заң шығаратын болса, вообще деген тіпті деген, общем, ерек қарапайым халыққа қарай, общем, ерек вообще заңдарыңды деген алып тастағандарың жақсы ғой.